Көтеншік. Қысқасы былай, бүгіннен бастап мусорды мен шығарам. Қалай сен шығарасың, ал мен ше? Ал сен үйде отыратын боласың. Жаным, мен үйде отырғаныма уже 17 күн болды. Шын айтам, зайбал шығып кетті. Енді мен не істеймін? Енді бәрінің зайбал шығып жүр. Не істейсің? Жаным, шын айтам, зайбалдың байы бар, 2 кіло майы бар. Зато бар ғой, зато ана 42.500 теңгені сен өзіңе аласың. Күлкі пришла. Ай, ёптыгы-тыгай. Долбайыпсың десе еще ренжейсің. 42.500 теңге. Жаным, ол 42.500 теңгені алу үшін сен еще 2.700 теңге төлейсің. И то, бля, навряд ли аласың ба, оны алмайсың ба. Так что көтіңді қыста үйде отар. Солнышкам, жаным сол, я білем, көтімді қысып үйде отырам, бірақ, пожалуйста, мусорды мен төгейінші. Мусорды сен төкпейсің. Магнумға да мен баратын болам. Ал сен болсаң үйде отырасың, балдарға қарайсың. Егер жида ішің пісіп бара жатса, балконға шықта, көтіңді жыртқанша ән айт, бар даусыңменен не істейсің? Қалай ән айтам, көрсетші. Не деген сексуальный дауыс мынау? Келші жаным, от души бір бетімнен бір сүйінші. Жоқ, бұл орындық маған кедергі болмайды. Кел, кәне, кел. Қайсы бетімнен сүйесің, оң ба или сол бетімнен бе? Маған без разницы, ход қайсы бетімнен болса да, даже мұрның ұшынан сүйіп алуға дайымын. Жаным, отвечай, осы ертең карантин бітсінші. Мен бар ғой, мен мына қарынды плотны құртамын. Отвечай, мен пресс жасаймын. Мына карантин бітсе, мен далаға шығамын да бар даусыммен ән айтам. Бірақ анада ән емес, коронавирус, кет. Ол ән емес, ол ән зайбал болды. Шын айтам, ал сен болсаң маған дәл қазір кедергі жасай алмайсың. Өйткені мен дәл қазір барам да фын кеткізем де мусорды өзім тастайын. Лай-лай-ликалай.